Саламатсыз ба студенттер, курстың тақырыбы басқарудағы жасанды интеллект әдістері. Лекция 5. Нейрондық желілер және басқарудағы қолданылуы. Басқару ғылымының болашағы жасанды интеллект әдістерімен, әсіресе нейрондық желілермен тығыз байланысты. Бүгінгі лекцияда осы жаңа технологиялық әдістерін, нақты қолдану мысалдарын және болашақ тенденцияларын бірге зерттейміз. Бүгінгі лекцияның мақсаты теориялық негіздерін түсіну, нейрондық желілерді жұмыс принциптерінің архитектурасын және оқу процестерін терең түсіну, биологиялық нейрондармен байланысты зерттеу, нақты мысалдарды талдау, өндіріс, энергетика, көлік, ауыл шаруашылық, денсаулықты сақтау және мемлекеттік басқарудағы табысты AI қолдануы зерделеу. Практикалық дағдыларды дамыту. Студенттерге TensorFlow, PyTorch сияқты нақты құралдармен жұмыс істеуге, жоба идеяларын бастау және AI мансаптарын дамыту бойынша практикалық нұсқаулауды ұсыну. Лекция жоспары. 1. Нейрондық желілердің теориялық негіздері, құрылым, оқу алгоритмдері, түрлері және тарихи даму кезеңдері. 2. Жаһандық және қазақстандық табысты мысалдар. Өндіріс, энергетика, көлік, ауыл шаруашылық, медицина және мемлекеттік басқарудағы нақты кейстер. 3. Қауіптер, шешімдер және болашақ тенденциялар. Деректер сапасы, этика, таланттар тапшылығы және 2025-2030 жылдардың болжамдары. Студенттік практикалық нұсқаулық. Құралдар, дерек көздер, жоба, идеялар, мансаптық жол картасы. 1 бөлім. Нейрондық желілердің негіздері. Желі моделі. Нейрондық желіс кіріс қабаты, жасырын қабаттар, шығыс қабаты деген 3 деңгейден тұрады. Әр нейрон синапс салмақтары арқылы сигналды таратып, активтендіру функциясын арқылы шешім қабылдайды. Оқу процесі. Градиенттік түсу, backpropagation алгоритмі қателікті кері тартып салмақтандырады, итерациялық түрде жаңартады. Назарбаев университетінде 2023 жылы осы принцип арқылы қаржылық болжам жасалып, қателік деңгейі 0,01%-ға төмендетілді. Ми моделінің көрінісі. Кіріс қабаты. Сыртқы деректерді сурет, сан, мәтін қабылдайды. Нейрондар саны мәселе өлшеміне сәйкес. Жасырын қабаттар. Ерекшеліктері абстракциялайды, терең желіде оңтаған немесе жүздеген қабат болуы мүмкін. Шығыс қабаты. Классификация, регрессия немесе генерация нәтижесін береді. Softmax немесе SiteMod функциясын қолданады. Тарихи белестер. 1943 жыл. У. Маккаллок және У. Питц алғашқы логикалық нейрон моделін ұсынды. Жасанды интеллект тарихының басталуы. 1958-1969 жылдар арасында Розенбад перцепронтты жасады. Минский перцепронт шектеулері туралы мақаласымен зерттеуді тежейді. 2012 жыл. AlexNet, ImageNet конкурсына дәлдікті 15%-ке арттырды. Терең CNN революциясының басы. 4. 2023 жыл. GPT-4 75 миллиард параметрлері трансформер қазақ тілінде 92% түсінікті деңгейге жетті. 2025 жыл. Қазақстан AI Lab Алматы алғашқы ұлттық нейрондық желі зертханасы 30-дан аса жоба іске қосылуда.
Нейрондық желілердің негізгі түрлері: CNN, кескін мен видеоны таңу. Алматы Smart Traffic жүйесінде 20 камерадан алынған бейнені нақты уақытта талдайды. RNN, LSTM, уақытша қателерді болжау. Kigok электр желісінің жүктемесін 24 сағатқа алдын ала болжайды. GAN, синтетикалық деректер генерациясы. Ауыл шаруашылыққа егін егу, аймақтардың климаттық сценарийлерде модельдейді. Трансформер, табиғи тіл өңдеу. Егов чат-боты арқылы қызмет 2024 жылы 150 мың сұраққа автоматты жауап береді. Жаһандық және қазақстандық AI нарықтық масштабтары. 1,5 жаһандық инвестиция, 2024 жылы жаһандық AI инвестициясы жыл сайын 27% өсіммен. 0,5 Қазақстан инвестициясы, 2024 жылғы AI-ға бағытталған инвестиция 2025-ке дейін 30%-ға өсу болжамы. 10К. Қажетті AI мамандар. Елімізге қажетті AI мамандар саны біраз, қазір тек 200 маманнан жұмыс жасайды. 27%. Жылдық өсім қарқыны. Жаһандық AI нарығының орташа жылдық өсу қарқыны CAGR 2024 деректері бойынша. Digital Қазақстан бағдарламасы 2025 жылға дейінгі елдегі AI маман саны 2000-ға жеткізуге мақсат етеді. Екінші бөлім. Өндірісте AI басқару. Қазақойл 2022. LSTM мен болжам техникалық қызмет көрсету. Predictive Maintenance енгізілді. Нәтиже жабдықтың істен шығу уақыты 40%-ға азайды. Жылдық шығын 12 миллионға қысқартылды. Қазтехно 2023. Өндірістік роботтарды сенім енгізу арқылы өнім сапасын бақылау автоматтандырылады. Өнім сапасы 3%-ке жақсарып, дефектілер саны 15-ке төмендетілді. Тексеру уақыты 4 есе қысқартылды. Өндірістік AI басқару адам қателігін азайтып, нақты уақыттағы шешім қабылдауды жеделдету арқылы бәсекелестік артықшылықтарды береді. Нақты уақыттағы өндіріс көрсеткіштері. Болжамды қызмет, датчиктер мен LSTM модель бірге жұмыс жасап, жабдық ақауын 72 сағат бұрын анықтайды. Сапа бақылауы. CNN камерасы секундда 1200 бөлшектерді тексереді. Адам инспекторынан 40 есе жылдам. Роботтандыру. Өндірістік роботтары AI жүйесі басқарады. Тапсырмалар арасындағы ауысу уақыты 0,3 секунд. Энергетикадағы нейрондық желілердің рөлі. Kigok 2023. Трансформер архитектурасында негізделген жүктеме болжам жүйесі енгізілді. Болжам дәлдігі 15%-ға артты. Электр желісінің тұрақтылығы 99,8%-ке жетіп, авариялық ажыратулар саны жылына 200-ден 30-қа дейін азайтылды. Сол артық Қазақстан 2024. CNN арқылы күн панельдерінің ақауларын дрондармен автоматты анықтау жүйесі іске қосылды. Жөндеу уақыты 30%-ке қысқарып, жылдық энергия шығындары 3,2 миллионға азайды. Негізгі нәтижелер. Болжам дәлдігі 15%. Желі тұрақтылығы 99,8%. Жөндеу уақыты 30%. Шығын үнемі 3,2 миллион доллар жылына. Көлік және инфрақұрылым. Алматы Smart Traffic. Жүйенің мүмкіндіктері. 2024 жылғы Алматы орталығындағы 120 камерадан алынған бейнелер
CNN мен нақты уақытта өңделіп, машиналар саны жылдамдықты кептеліс деңгейіне автоматты анықталады. Нәтиже: орташа күту уақыты 6 минуттан 4,5 минутқа дейін 22%-дан асты. Жанармай шығыны 8%-дан төмендеп, суы шығысындағы жылына 12,000 тоннаға азайды. 2025-ке жоспар. Адаптив сигнал контрол жүйесі барлық негізгі көше қиылыстарында іске қосылады. Жүйе нақты уақытта сигналдарды жол жағдайына қарай өзгертеді. Ауыл шаруашылық AI мен өнімділік арттыру. Қазагро AI 2023. Спутник деректер мен LSTM-ді біріктіріп, егін болжау дәлдігі 92%-ға жетті. 2024 жылы нақты өнім көлемі 12%-ға өсіп, 1 миллион тонна артық өнім алынды. Бұл елдің экспорт кірісін едәуір артты. Ауыл шаруашылық университеті 2024. ЖН синтетикалық климаттық сценарийлер жасалды. Қуаңшылық, су тасқыны және температура ауытқуларының егін шығындарына әсер моделденіп, оңтайлы егу мерзімдерін анықталады. Суару тиімділігі 18%-ке артты. Денсаулық сақтау, AI диагностика. Ұлттық онкология орталығы 2022. DeepMind'ның мамандырылған нейрондық желісі рак ауруларын 30%-ке жоғары сезімталдылықпен анықталды. Қате теріс диагноздар саны 18%-ке азайып, ерте кезеңде ем тағайындалған науқастардың үлесі артты. DSM COVID-19 жобасы 2024. AI құрылғы рентгендік суреттері талдап, COVID-19 ауруын ерте кезеңде анықтайды. Диагностика уақыты 48 сағаттан 6 сағатқа дейін қысқартылды. Науқастар жүктемесі 35%-ға азайды. Мемлекеттік басқарудағы AI чат-боттар мен аналитика. Егов арқылы қызмет 2024. Трансформер негізінде чат-бот ай сайын 150,000 азаматқа қызмет көрсетеді. Орташа жауап беру уақыты 3 минуттан 12 секундқа дейін қысқартылды. Мемлекеттік қызметкерлердің жүктемесі 45%-ға азайып, шығын үнемі жылына 2,5 миллиардтан асты. Digital Казахстан 2023-2025. AI мен болжамды бюджеттік талдау жүйесі мемлекеттік шығындары 5%-ке азайтуға мүмкіндік берді. Сыбайлас жемқорлықты анықтайтын алгоритм 120 тексеруді автоматтандырды. 150,000 ай сайын қолданушылар, 96% қанағаттану деңгейі, 5% бюджеттік өнім. Қауіптер мен қиындықтар. Деректер сапасы. 2023 Қазақстандағы мемлекеттік деректердің 38% толық емес немесе қайшылықты болды. Сапасыз деректерді оқытылған модель болжамдарының сенімділігі күрт төмендейді. Garbage in, garbage out принципі. Этикалық мәселелер. 2022 жылы AI құқықтық акт қабылданбаған және деректердің қорғалу деңгейі EO GDPR-нан 2 есе төмен. Алгоритмдік дискриминация мен жасырын бейімділіктер биас нәтижелері бұрмалауы мүмкін. Талант тапшылығы. 2024 жылы 200 AI маманның 70% шет елдерге ақш, Германия, Дубай жұмыс істейді. Brain drain мәселесі отандық инновацияның дамуын тежеп отыр. Тәуекелдерді азайту стратегиясы. Digital Казахстан 2025 бағдарламасы. AI мамандарға жылына $12,000 стипендия, 5 жылдық оқыту орталықтары, отандық кадрларды ұстап тұру жеңілдіктері,
Ашық деректер платформасы 2024 жылы OpenAI Қазақстан іске қосылады. 10 миллион жазбалы деректер жиынтығы лицензиясы қолжетімді. Зерттеушілер мен студенттерге тегін. AI этика комитеті 2023 жылы AI этик консульт құрылды. Алгоритмдердің әділдігін тексеру, биас аудит жүргізу және мемлекеттік AI жобаларын сертификаттау функцияларын жүктеледі. Болашақ тенденциялар 2025-2030. AGI өндірістік IoT құрылғыларда локалды нейрондық желілер орналасып деректерді болтқа жібермей-ақ шешім қабылдайды. Реакция уақыты миллисекунд деңгейіне төмендейді. Federated Learning деректерді орталыққа жинамай модельдерді жергілікті құрылдарда оқыту технологиясы. Жеке деректердің қауіпсіздігі 99.19 қамтамасыз етіледі. GDPR талаптарына сәйкес. Кванттық нейрондық желілер 2028 жылы Quantum AI жобасы 10 қабатты кванттық процессорларда нейрондық желілерді симуляциялайды. Есептеу қуаты 10 есе артып, фармацевтика және материалтану саласында революция болды. Үшінші бөлім студенттерге практикалық қадамдар, құралдар мен платформалар. TensorFlow, Google'дың ашық фреймворкі, Назарбаев университетінде лицензиясы бар. Жоба идеялары: су жүйесі болжамы, Алматы су жеткізу желісіне LSTM мен болжау, Алматы Weather аудитория деректері, транспорт талдауы, темір жол жүктемесін сеніммен оңтайландыру, қаржылық аялақтық JN мен синтетикалық деректер жасап, алаяқтықты анықтау, Халықбанк. Қорытынды және шақыру. Нейрондық желілер басқару жүйелерінің трансформацияларының жүрегі, олардың игеру. Қазақстандық цифрлық экономикасына нақты қадам. Әр студентке AI дағдыларын меңгеріп, өз жобаларыңызды бастаңыз. TensorFlow немесе PyTorch пен алғашқы моделіңізді бүгін жасаңыз. Біздің міндет: білім беру, зерттеу және индустрия арасында көпір болу арқылы ақылды Қазақстан арманын бірге жүзеге асырамыз. Ұлттық экожүйе. Қазақстан AI Lab Digital Қазақстан бағдарламасы, OpenAI Қазақстан платформасы инновациялық экожүйеге қосылыңыз.